рахмет. Сіздерге рахмет. Енді бірінші қатардан бастап, мына жерден келіп топқа бөлінуге карточка аралауға бірінші топ келді. Келе ғой. Мына жерден алайық. Таңдап. Апат ашып көр, қай топтасың, сол топқа барып отыра ғой. Сол топқа барып отыра қоямыз. Тез. Келе бер екінші топ. Расым келе бер, Зере келе бер. Кәрім келе бер. Таңдаймыз. Ашамыз, отырамыз, кітаптерімізді аламыз. Ашамыз, отыра ғой. Аштыңа отыра ғой. Қане ауса ғой. Келе ғой, үшінші топ білім тобы. Аламыз, алдыңызға тобын болып отырамыз. Қайтасы отыра ғой. Серджан қайта отырасың? Ал, үшінші топқа бара ғой. Үшінші топқа тез. Şapka darısı doğru. Aşağı koy. Kesin oturamız. Otura koy. Aruna bölge var. Şimdi senin şartında gel. Aruna bölge var. Aşağı kadar gidiyor. Siz de seni oturamız. Kes. Koysam canlar. Kes. Otura koy. Oldu mu abone olsam? Herkemiz aşağıya. Bugün gün cazayı. Akbanın 19'da. Nurtaz, biz qay şarmani o'qib berdik? To'qay yer Aqbo'da. Aha, yozib qo'yinglar. To'qay yer Aqbo'da. Sezim, esga tushirish qani To'qay kitob turali nega deb aytib edi? Sezim aytdi. To'qay kitob turali aytib edi. Men ayta qo'ysaylik. Men bir xonasi bor bo'lsa, o kitob men sheshim de, men hakim de o kitob. Aha, endi qaranglar bola, bugungi bizning taqribimiz kimni? To'qayning kitob turali so'zi. Men bir tutar yolg'iz narsa. Ne edi? Kitob. Men bir tutar. Bolalar, sızıqşanı unutib ketmaymiz. Bastaurush bilan bayandosh orasida qo'llangan sızıqşanı. Qani taqribdan keyin qo'yamiz. Endi kam tekshiruvimizda sinfda kimdir? Bugungi sabaqda Jumadilla qo'yganay, ta'limga ayon yo'q. Bugungi sabaqning dayiq so'zi o'yinli bolalar o'rganishi. O'yinli bolalar o'rganishi. Yaxshi, rahmat. Endi biz uy жұмысына keldik. Men uy жұмысына ne berdim, Karim? Uy жұмысына Kitap degenine qalay жазуға бердім, Жансерік? Қалай жазатын едік? Ойымызды жинақтап, бір сөйлемен. Жақсы, Гүлназ оқи ғой. Қане үй жұмысын? Kitap деген сен үшін не? Kitap деген ол өзіңіз басылым. Жақсы, ол басылым. Жақсы, орнымызға отырамыз. Өзіңе ұпай қойып қой, бір ұпай. Үй жұмысы бойынша. Одан кейін Шашубай оқи ғой. Kitap деген сен үшін не? Kitap деген білім. Kitap деген білім. Жақсы. Дина оқи ғой. Kitap деген не? Kitap деген бұл жазбаша немесе баспадан шыққан ақпарат жинағы. Жақсы, өзімізге плюс қойып қоямыз, балалар. Өте керемет. Kitap деген бір сөзбен айтқанда білім. Енді балалар, біз өткен сабақты еске түсіруіміз үшін бірнеше сұрақтарға жауап беріп жіберейік. Әр топтан бір адам. Бірінші топ кім енді? Кім жауап беріңіз керек? Бірінші топ Абдулла. Сұрақты оқимыз. Көркем шығармада айтылған кітап қандай еді? Қай кітап туралы айтылды көркем шығармада? Қандай кітап туралы кім көмектеседі бірінші топтан? Қандай кітап еді? Дұрыс айтасың, аласталған әдеттер. Оны қай жерде отырып оқыды олар? Үңгірде. Жақсы, рахмет, отыра ғой. Екінші топ. Таңдаймыз кеттік. Үшінші сұрақты көрейік. Кім жауап беріңіз келеді? Екінші топ. Шашубай айта ғой. Жуас деген сөзді білдіреді. Я, қой ауызынан шөп алмас, жуас деген мағынаны білдіреді. Рахмет, Шашубай. Жақсы. Үшінші топ. Бұл оқиға қай жерде болды? Бар ма тағы жауап берушілер? Айта ғой. Салық салғанда. Я, салық салғанда Тоқтайдың өмірі өткен екен. Бұл Кәусар өзімізге белгілеп қоямыз. Плюс бір қой. Енді мына сұрақты ортаға тастайық. Кім бірінші қол көтереді? Сол
жауап беретін болады. Көрейік, ашып. Айша. Жақсы, қалай толықтыруға болады? Қалай толықтыруға? Иә, соғыстан кейін болған. Жақсы, өзімізге плюс қойып қоямыз. Бұл жауап берген Аруна менен Айша. Жақсы. Енді балалар, мен сендерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы сендер үшін көркем шығармадағы ең маңызды нәрсе қандай? Ой, көтерейікші. Сендер үшін шығармада ең маңызды нәрсе. Сен үшін не? Идеясы. Идея. Сен үшін не шығармадағы ең маңызды нәрсе? Идея. Сен үшін? Мақал мәтелдері маңызды. Сен үшін не маңызды? Эпизодтары маңызды. Енді қараңдар балалар. Біз өткен сабақта осы Тоқтай мен Ақбозатқа сюжеттік талдау жасаған болатынбыз. Енді біз оның бүгін тақырыптың идеясы менен эпизодтарын қарайтын боламыз. Енді Жансерікке сұрақ қойсам, Жансерік, эпизод дегеніміз не еді? Эпизод деген ол. Иә. Не нәрсе? Класстары қайда еді? Терминдер сөздігін қарай. Қандай еді эпизод деген сөздің мағынасы? 184-ші бетті ашайық. 184-ші бетті ашамыз, Расыл. Қалай еді эпизод деген сөздің мағынасы? Сезім айта ғой. Шығарма сюжетіндегі өз бар жеке оқиға негізгі шығарманың бас аяғы тиянақты бір бөлшегі. Жақсы, эпизод дегеніміз бір сөзбен айтқанда үзінділер. Бүгінгі балалар сабақ мақсаты түсінікті ма? Біз бүгін осы шығарманың идеясын айтамыз және әртүрлі эпизодтармен жұмыс жасаймыз. Мақсат түсінікті болды ма балалар? Иә. Жақсы, алып кеттік, ары қарай біз бірінші тапсырманы көрейік. Мен кейін сабақта біздің мақсатымыз. Бірінші тапсырма дәптерге орындаймыз. Енді қараңдар, сендер кітаптан осы сендердің ойларыңызша идеясы болатын сөйлем бар ғой, бір сөйлем. Осы шығарманың идеясы болатын бір сөйлемді жазамыз дәптерге, және сол сөйлем туралы өзіміздің ойымызды жазамыз. Жақсы ма? Мысалға, менің ойымша шығарманың идеясы Ораш пен Тотайдың достығы болса, мен солар туралы бір сөйлем ғана жазам, және осы сөйлемге қатысты өз ойымды жазам. Біз ойымызды қалай жазатын едік? Менің ойымша деген сөзді пайдаланып. Тапсырма бойынша сұрақ бар ма? Қалай орындайтынымыз түсінікті ма? Жақсы, бастаймыз, сіздерде 3 минут болады. Идеясы бойынша ойымызды жазамыз, кітаптан қараймыз. Сенің ойынша идея деген не еді? Көркем шығарма. Автор айтып сөйлейді. Иә, автор айтып сөйлеген ой табамыз. Идеясы не екен, қай сөйлемде екен идеясы? Дұрыс бастап кетті. Жақсы, идеясы. Сенің ойыңша. Балалар, сізде 2 минут уақыт қалды. Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Қалып көрсем балалар мен бірінші. Енді осы шығарманың идеясы неге? Нақты, осы Тотайдың мен Ақбозаттың шығарманың идеясы. Енді сол сөйлемді тапса енді. Осы идеясы берілген сөйлемін жазасын. Бір сөйлем ғана осы кітаптың ішінен бір сөйлем жазсаң болады. Тапсырманы қойайын. Жақсы. Қазір оқитын боламыз. Сіздерде 1 минут 24 секунд уақыт қалды. Енді осы сөйлемін жазасың, осы кітаптан. Осы идеяға қатысты қандай сөйлем бар? Жоқ, олай емес, ойланамыз, қараймыз. Қазір қол көтереміз, мен барамыз. Иә, дұрыс. Қандай Жансерік? Жақсы. Жақсы, ары қарай оқитын болар, балалар. Алыстап. Сіздерде 50 секунд уақыт бар, аяқтамағандар болса, тезірек аяқтауға тырысам. Жақсы. Бірінші нұқтасы қол көтерді, нұқтасы жауабыңды оқи ғой, қане? Менің ойымша ол ары болса.
айтқысы келетіндігін білмейді. Себебі ол Толтайға ұрланған нан мен ірімшікті әкелді. Қашан әкеп беріп еді нан мен ірімшікті? Үңгірде болады. Сен өзің 2 қойып қойсаң болады, мына жерде дискрипторға қараймыз. Қараңыз, балалар, мысалға нұқтасы нақты жолдарды көрсетті көркем шығармадан және өзінің көзқарасын айтты. Демек, нұқтасына 2 қой. Сен өзің қарама дұрыс қой 2 қой. Жақсы, Зере оқи қой. Үшінші, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда тау басында жападан жалғыз қалған Толтай. Өзімен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келеді. Менің ойымша, бұл жерде сол кездегі кейбір балалар мектепке баруға мүмкіндігі жоқ. Сонда идеясы неде сен ойынша уақыт аяқталды? Әлеуметтік теңсіздік өте керемет. Өзіңе 2 қой қойсаң болады. Зере. Тағы да дайын оқушылар болса, Жансерік оқи қой. Менің ойымша, Ораш өте жақсы себебі ол Толтайға ұрланған нан мен ірімшік алып берді. Жақсы, Толтай жоғалып кеткен кезде іздеген жалғыз досы. Бірінші топқа тағы да жауап берші. Шәріп, жазды ма? Дина, жазды ма? Тосар оқи қой. Шынымды айтайыншы, кітап жазып жазушы болғым келеді. Меніңше бұл сөйлемде Толтайдың жазушы болғысы келетіні айтылған. Бірақ Толтай арманына жете алмай, оған оның досы Ораш өтті. Жақсы, өте керемет. Бізде Кәусар уже шығарманы толық аяқтап тастаған. Оқи қой, Шашыбай, сонымен келесі тапсырмаға көшейік. Оқи қой, Шашыбай. Ораш мен Толтайдың адал достығы. Ораш өзінің үйінен Толтайға нан мен ірімшік ұрлаған. Жақсы, анасынан бір көрсетті, екінші рет ұрлап алып кетті. Енді балалар бірінші тапсырманы орындаған кезде кімге қиын болды? Бірінші тапсырма кімге қиын болды? Қой көтерейікші, осы жерде қиналдым дейін бар ма? Ал кімге өте оңай болды? Мен тез жаздым. Жақсы, өте оңай болғандар көп екен. Рахмет. Бірінші тапсырмада кімнен сұраған жоқпын, мен екінші тапсырмада сұрайтын боламын. Енді екінші тапсырманы қараңыз, балалар. Біз көркем шығарманың ішінен балалар жаңағы бірінші тапсырмаға өздеріне оқи қойыңдар ма? Шашыбай, оқи қойдың өзіңе. Жақсы. Екінші тапсырмада сіздердің тапсырмаларын осы шығармадағы көтерілген мәселелерді жазамыз. Мәселе дегеніміз не еді ол көркем шығармадағы? Белгілі бір проблемалар. Енді қараңдар дискрипторға. Егер мәселе маңызды болса, 1 ұпай болады, ал мәселе неден пайда болғанын жазатын болса, тағы да 1 ұпай болады. Сендер осы тапсырманы орындауға 3 минут уақыт жеткілікті деп ойлаймын. Проблема. Осы шығармадағы проблема қандай? Қандай мәселе бар? Ол неден шықты мәселе? Егер кімге тапсырма қиын, неге ықтимал жауап бар. Мысалға, Зере айтқан секілді проблема оның оқи алмауы. Тағы да осындай қандай проблемалар бар сендердің ойларыңызша? Осындай проблема бар. Неше проблемалар айтсам? 2, 3 жеткілікті. Бұған өте барлық бұлар жақсы. Жақсы, өте керемет, мен келсем. Сол шақына жазып отырмыз ба? Серікжан, қандай проблема болды қазір? Қайда? Ары аяқтаймыз сөйлемді. Қазір. Жақсы. Шашыбайға қазір оқушыларды да сұрайын, сосын сен жағында сөйтіп бар. Жақсы. Толтайдың досы. Дұрыс айтасың. Қане қарасың. Өте керемет. Мәселе
Жақсы. Балалар егер сендер дайын болсаңдар, бастап тексеруге бола ма? 30 секунд уақыт қалған екен. Енді жауап береді. Бірінші топтан Серікжан. Бір жазған мәселені оқысаң болады. Мәселе қандай осы көркем шығармадағы? Тортайдың досының аты не шығармадағы? Оңыра, жақсы. Екінші топтан Мансұр оқиға кәне? Тортайдың мектепке бармауы. Сосын? Анасы мен папасы болмауы. Осы мәселенің кесілген Тортайдың өмірінде қандай жағымсыз оқиғалар болды? Оның ата-анасы болмағандықтан қандай нәрселер болды? Ол үңгірде тұрады. Дұрыс айтасың, ол үңгірде тұр. Рахмет, отыра ғой. Үшінші топ Абдулла Жасықова оқи ғой. Тортайда алыс туысқандары үйде қопшылы. Тортай үңгірде күліп күйсіз жылағысы келіп көзі қызарып отырды. Сосын? Тортай мектепке бара алмады. Рахмет, толыққанды жауап үшін Дина оқи ғой. Мектепке бара алмауы. Жақсы, рахмет. Балалар кімге осы тапсырма қиындық туғызды? Кімге қиын болды мәселелерді жазу? Кімге қиын болды? Жақназы оқи ғой, жауабыңды. Қазір. Тортайдың қамқоршысы болмауы себебі алыс туысқаны үйіне қиған. Жақсы. Тортайдың қамқоршысы болмағандықтан ол мектепке бара алмады. Сол себептен ол өз арманын орындай алмады. Жақсы, шығарманың соңынан оқыған білді. Рахмет, Расыл оқи ғой. Тортайдың Алматыда оқи алмауы. Жалпы балалар біз осы жерде оқи алмауы дегенде білімнің қаншалықты маңызды екенін білеміз, солай ма? Білім маңызды ғой, білім не үшін керек деп ойлайсыңдар? Абдуллах, білім не үшін керек адамға? Егер Тортай білімді болғанда арманына жете алушы ма еді? Ол кім болғысы келді? Жазушы, рахмет. Балалар, біз осы шығарманы оқыған кезде қандай құндылықтарды білдік? Біз үшін отбасы маңызды ма екен, ата-анамыздың қасында болғаны? Біздің мектепте білім алуымыз маңызды ма екен? Армандарымыз маңызды ма екен? Жақсы, осы нәрселерді түсінсеңдер, қуаныштымын. Білім алу және біздің арманымыз. Сендер топтың аттарын байқаттыңдар ма? Не үшін топтың аттарында білім, сенім, достық деген атаулар тұр. Достық ол кім мен кімнің достығы еді? Нұрасыл? Білім не туралы еді? Білім, не үшін білім деген тақырыпты алып деп ойлайсыңдар балалар? Кім? Інжу айта ғой. Дұрыс айтасың. Енді қараңдар балалар, мысалға мына жерде Абдуллах пен Кәрім көркем Абдуллахтың мәселесіне ұпай қоятын болады. Жан Серіктің мәселесіне ұпай қояды. Бір-біріміздің жұмысымызға ұпай қоятын болады. Неге бір-біріміздің тапсырмаңызға ұпай қоямыз сіздерге және сіздерге. Серікжанның тапсырмасына ұпай қой, 2 ұпайдан или немесе 1 ұпайдан. Не болды? Не көңіл жоқ қалай? Не көңіл жоқ? Әлгі Серікжан несің ұпайын қоясың? Кәрім дейді, Серікжан ұпайын қояды. Мысалға, қалай ойлайсың? Серікжанның мәселесі маңызды болды ма, досы болмауы? Маңызды болса 1 ұпай қоясың. Жаза ғой, 1 ұпай. Серікжанда, өсінішке Серікжанды білдірсің. Айша, бірінші сен қойды ма? Жақсы. Бір-бірімізге ұпай қояш. 2 балдан асып кетпеу керек. Осы тапсырма бойынша сіздерде 2 ғана ұпай. Маңызды ма екен Шашубай? Мансұрдың несі мәселесі жақсы, онда 2 ұпай қойға болады. Ескриптурға қараймыз осы жерде. Нұрасылдың мәселесі. Оған да қойып отыр. Балаларына карточканы толтыруды да ұмытып кетпеңіз. Қалай екенін жүздің ұпай мәселесі? Қанша ұпай қоясың? Ұпай қойдық па? Қай жыл ұпай қойып болды? Қолын көтереміз. Қай жыл ұпай қойып болды? Керемет, молодцы. Керемет қойып болды. Абдуллах көркем бір-біріміз бағалап дұрыс па? Жақсы, Жансер ұпай қойып бәрімізға. Барлығымыз өзіміздің жеке карточкамызға ұпай қойдық па? Қайдан карточкалардың аты жөнін білсіз қарай? Дұрыс айтасың. Кімге екінші тапсырма қиын болды? Бар ма қиындық
болған жерлері. Проблемалар табу қиын болған жоқ па? Жазу қиын болған жоқ па? Ал? Оқи ғой қане. Оқи ғой. Тотайдың арманы өскенде жазушы болғысы келді, бірақ Тотайдың арманы орындалмады. Себебі ол мектепке бара алмады. Ораш жазушы бола алды. Иә, Ораш жазушы болды. Тотайдың құлағы дұрыс естімеді. Иә, ол да мәселе ме екен? Иә, себебі бізге не маңызды? Денсаулығымыз маңызды. Зере оқып қойшы мәне? Сонымен үшінші тапсырмаға көшейік. Зеренің кіммен соңғы болады? Адамдардың Тотайды жақсы көрмеуі. Себебі оның көптеген ерекшеліктері бар. Оның ішінде құлағының мүкісі бар, ата-анасы жоқ және үңгірдек туы. Жақсы, енді қараңыз балалар. Бірақ мәселемізді ойдыңыз. Енді біз үшінші тапсырмаға көшеміз. Мен сендерге белгілі бір осы шығарманың үзінділерін беремін. Сендердің міндеттерің осы үзіндіні оқып, осы үзіндінің мазмұнын айтамыз біреуіміз. Біреуіміз осы үзіндіні өмірмен байланыстырып айтамыз. Біреуіміз осы үзіндіде мақал болса айтамыз, жақсы ма? Сосын ең соңында осы үзіндіде айтылған автордың идеясын айтамыз. Бір-біреуден алып алыңдар, эпизодты оқимыз. Оқадағы параққа да А3 парағына жазамыз. Маркерлерімізбен өзіміздің. Жазамыз. Сіздерге ойлануға 7 минут уақыт жеткілікті деп ойлаймын. Ойланамыз, жазамыз, оқимыз. Оқи ғой сол эпизодты өзіндегі. Ішімізден оқимыз, бір-бірімізге кедергі келтірмейміз. Қандай тапсырма береді? Айтшы қане, жауап берші, баға оқиды. Айтағы жауап. Қане, көрші мен дәптерін көрейік, қане дәптерін көрейін мен. Көрейін, қане бере ғой. Дұрыс айтасың, қуып жіберді, үңгірге су тимейді екен, жақсы. Қайтып қой. Мысалы қойып беремін ғой, қой. Қане. Енді үшінші тапсырмаға кірсеміз, Айша екінші тапсырмаға уақыт аяқталды. Мәселені оқимыз, өмірмен байланыстырамыз. Сіздерде топ басшысы кім еді? Бірінші топ, үшінші топ. Кім сіздерде топ басшысы? Қазір сен мені толтыра қоясың, мына топ мүшелері сенің бағалау парағың. Мына жақта топ басшысы кім? Зере, онда сен өзің топ мүшелерін жаза ғой. Сұрақтар болса маған келесің, сіздерде топ басшысы? Жақсы, сөзін осы. Ойланамыз, мен таймер қойып қойайын. Басын көтерейін бе? Көрмейін бе? Ой, мен жүрмін. Несін айтып отырады, мен көпшілікті осы жерде. Оқи қойсай жамайын деді. Қарасың, өмірге байланыстырып айтасың. Мысалы, болды ма осында үйден қуып шығу деген сияқты ситуациялар? Болды ма? Қай кейіпкердің басында болды тағы да? Әрине. Қорытынды шығарасың, осы эпизодтан не түсіндің сен? Не түсіндің осыны оқыған кезде? Соны. Қорытындымыз, әркіміз жеке, бір-бірімізге кедергі келтірмейміз. Маңызды сөздер болса, астын сызып қойып аласыз, парақтан. Ұмытып қалмайтын сөздер болса. Айта орнықтыз. Кешкілік сөз машинадан қарайшы. Бұл не ол сөз машинада? Кешкілік уақыт. Кешкілік барлық жұмысты кеткен соң, 8 сауыт болған соң, алтыбақан ойнайды екен ауылда. Олар да шулап жүреді екен олар. Мына параққа жазғыңыз ба, олар? Мақал, кеңес деген сияқты. Күн жазып сыныптыға сақтаға ашқанымыз оқитындай. Қазір бір-бірімізді сен алмай қалдыңыз, бала кемсетесің. Қандай көрсетіп қалды?
Ма? Құрасың өмірде оқыған, не? Үш қой аласың. Ана маркерді алып ғой. Мақалма тезіліп заттар болса, ішінде сөйлемдер. Мазмұн айтып тұрмаған емес, сен ауызша маған мазмұн айтып бересің ма? Сен түсінгеніңді айтып бересің ма? Дұрыс ма? Иә. Қайсысы мақалма тезіліп? Иә. Соны жаза қойып. Сөз зергері дейсің да, қосып қойып қойып. Иә, түсінді ма? Барлығын шығуға да болады. Иә, маркермен. Балалар сөйлешмейді уақыт қалды. Жақсы. Не бардыңыз? Иә, үшмейді уақыт. Аян өткен сабақта бар. Аянды салыстырып айтуға болады. Сен қазір ауызша айтып бересің. Онда кітаптан оқу. Осыны кітапта бар ғой. Сен білесің ғой сізге туралы. Нәжірибесінде осыны кітаптан оқу. Кітапта бар ғой. Ауызша айтуға дайындаламыз. Қалай ауызша айтуға да болады. Дастарда да болады, басында да болады. Өзіңе қалай болады? Сен қайсысын айтасың? Біреудің ата-анасы болды, біреудің болған жоқ. Сен қай жерін айтасың? Айша, сен қай жерін айтасың? Жақсы.
Балалар топта жұмысты аяқтадық па? Бірінші топта аяқтадық па? Сізге қаншаңа балалар? Ешкім тауып бере алмаймын. Сіз аяқтадыңыздар ма? Аяқтадыңыздар ма? Аяқтаймыз. Балалар бәріміз маған қараймыз. Бәріміз маған қараймыз. Үшінші топ, екінші топ, бәріміз маған қараймыз. Мансұр, мен түсіндірейін деп жатырмын. Сіздерге қосымша 1 минут уақыт беремін. Аяқтаймыз, жақсы ма? Бәрін жазу міндетті емес, ауызша айта алсақ тез керемет, жақсы ма? Ал мен 1 минут қостым, тез жетеміз. Сіздерде 30 секунд уақыт қалды. Жинақталамыз. Дайынсыздар ма? Бірінші сіздерден бастаймыз. Соңғы 10 секунд қалды. Сіздерде бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, 10 секунд қалды. Ал бірінші топ дайынсыздар ғой, келіңіздер. Екінші топ, үшінші топ аяқтаймыз дайындықты. Тыңдаймыз бірінші топты. Бірінші топ шыға қойыңыздар. Қалған топтарды мұқият тыңдап отырамыз. Ағынан тыныш бере ғой. Бірінші топ бере ғой. Иә, әрине. Жолды ұш бастайсың жұмын қалай береміз. Екінші топ тыңдаймыз, бірінші топты тақтаға қараймыз. Айша, маған қараймыз бәріміз. Бірінші топ өзі бірінші топ айтады, екінші топ, үшінші топ тыңдайды. Жақсы ма? Кейін балалар тыныш, бір дауыс қайда? Қараңдар. Бірінші топ айтады. Сіздер жақсы түсі болса айтасыздар, иә? Осы нәрсесі жақсы болды. Топ басшысы айтады. Сіздер сіз тоже топ басшысы ретінде қайсысы жақсы болғанын айтамыз. Жақсы ма? Ал бірінші топ сіздерде кім талқылаушы, кім азмыды? Бастай ғой. Дауысын қатты шығарып. Біз балалар күні бойы ойнап, бұзау жайып сөйтіп күні бойы ойнайтынбыз. Және де бізден күндерді ойнаған кезде бізде менен 2-3 жасқа үлкен Тота деген бала болатын. Құлағында сәл күлкісі болатын. Және де ол күні түні өзінің алыс туысқандардың аталасын емдей есік алдында жүретін. Бізден оның артық ерекшелігі ол күні бойы кітап оқитын. Жақсы, рахмет. Толыққан жоғыма келесіздер, ара жалғастырамыз. Тортай қолынан не түссе де ол оққанды өте жақсы көрген. Қолынан не түссе де оны оқи беретін. Не болса да бірнеше рет оқып шығатын және ол бәрін жақсы түсінеді. Тортай көбінесе мені жақсы көрген, Орашты жақсы көрген. Ол өз менің әкем фермада жұмыс істеді, ал менің анам өте жақсы кісі болды. Мен анам пісірген тамақ бәліштерін мен Тортайға әкеліп беретінмін. Рахмет, Абдулла. Мен байланыстырушы. Тортайдың бір құлағы естімей қалған. Ал түш нөмірімен байланыстырсақ, ол кейбір жағдайда ғана болады. Иә, жақсы, көркем. Мен байланыстырушы Тортай, ол ата-анасынан айырылып қалды. Және Тортай алысқан туыстарға көшіп келді. Жақсы. Бұл өрілде бұл мұқылай оқырған? Жақсы, дінна жалғастырамыз. Мен сөз зергені, өзінде көркемдегі шыққан болмайды. Ол теңеу, оларда деген сөз. Қалай жасалған теңеу? Оның артында дайдей деген жақсы. Жан серіп тұжырымдаймыз, қорытынды шығарамыз. Иә, оның кітап жақсы көретін. Рахмет. Бар ма Зере, қандай жақсы тұстары болды? Зере, Кәусар, қандай жақсы тұстары болды? Бәрі жақсы сонда шыққан өз рөлдерді? Иә. Зере айта ғой тез-тез.
олар өте күшті баяндап берді, бірақ кішкене өз сөздерін қосу керек болады. Жақсы, дамытамыз деп айтады. Иә, дамыту керек. Жақсы, Кәусар. Жақсы түсі. Айта ғой. Барлығын дұрыстап айтты, бірақ Дамыту керек. талқылаған кезде өздерінің ойын жеткізе біліп, соны дамыту керек. Жақсы, рахмет. Бірінші топ басшы өздеріңізге бақыт қойыңыздар. Екінші топ ортаға келеміз. Кестес келе ғой. Кестер қайда бар ма? Қарақтар. Айша, Кәрім. Тынышты сақтаймыз. Бір дауыс қайда атқан екен. Сақтап тұрасың ба? Білеуге бола ма? Телефонға да болады. Жақсы. Балалар, қайтадан тыныштық сақтаймыз. Тыныш. Нұртас, бірінші топ, керісінше екінші топ тыңдаймыз. Бірінші кім? Жақын аз бастай қойып. Өңірде Тортай, Ораш Тортайға ертегі айтып берсін деп айтқан. Иә. Тортай ертегі айтып беріп, Ораш болса тек басын ғана жатталып, тек баяғыда жетім бала болады. Ораш, Тортай болса, Тортайға бүкілі болған, Тортайдың ата-анасы болған. Тортай және де ол жерде Тортай өз арманын айтқан, өзін кім болғысы келді? жазушы болғысы келген, және ол оқуды ары жалғастырып жіберген. Жақсы, Тортайдың арманы білдік. Сіздерге жалғастырамыз. Тортайдың арманы мұғалім болғысы келуі өмірде көп кездеседі. Мұғалім болғысы келді ма? Екінші топ, мұғалім болғысы келді ма? Жазушы болғысы келді, және ол өмірде өте көп кездеседі. Ол және оның ертегісі және кітап оқу ол үшін бүкілі болды. Және ол жазушымен өте көп білім қажет болды. Жақсы, балалар айтпайды. Рахмет, айтпайтынсын, Расылдың сөзімен аяқтайық. Ана топтары дұрысын өйткені. Тез-тез, барынша тез-тез. Тортайды оны туыстары үйде қуып жүрген, ал ол қазір өмірде де болады. Өмірде де болады. Бар ма сұрақ екінші топқа? Жоқ, жақсы, рахмет, отырамыз. Үшінші топ. Мансып кешір, ірімдік кешпен. Біз іздеп кішкене уақыт жақшымıyor. Тез-тез, бірінші топқа. Сен шашауы тез-тез. Арына тезет, Айша. Бірінші топ, екінші топ, ұпайларымызды есептейміз. Маған сабақ соңында айтамыз. Ұпайларымызды есептеп қойық. 8-дің барлығына ұпай қойып қоямыз. Бастаймыз. Кәрім бастай қой. Үңгірде не болды? Үңгірде не болды? Үңгірде? Жансеп тыныш. Тортай болды. Ол кітаптармен. Кітаптармен. Сосын үңгірдің іші қалай екен? Топ болды. Ол үңгірде не жасап қойған? Төсек. Өзінің үйі секілді жасап қойған. Жақсы, арын айтамыз. Осы эпизодта ораза намаз тоқтыққа ғана және тоқ бала аш баламен ойнамайды деген мақал мәтелдер бар. Және көркемдеуіш құрал осы эпизодта ұядай деген сөз тиген. Жақсы. Байланыстырамыз өмірмен. Кім байланыстырады өмірмен? Өмірмен кім байланыстырушы? Баста. Аян мен Тортай салыстыратын болсақ, Аян мен Тортайдың өлеңдері бірдей ойда, ертегілері бірдей, баяғыда бір жеңіл бала болды. Жақсы, рахмет, отырамыз. Жұмысы қатысқандар. Осы шығарма жүйесі бойынша сурет салып келеміз. Мақсал парақтарын маған өткіземіз. Сурет салып келеміз. Жақсы түсіндім десеңдер плюс қойыңдар. Егер сұрағым бар десеңдер, тоже плюс қойыңдар. 10 ба? Керемет, жақсы. 10 ба? Жақсы. Мен кейін қарап алсам тоже бар. Неге? Сен үшінші сынады айттың ғой, үш бал қойып